Барлықтарыңа сәлем достар. Мен үй тапсырмасын орындап жатқан болатын. Осы кезде шет тілден, яғни ағылшыннан берген тапсырма. Қазір ағылшын сабағын орындап жатырмын. Міне айтқандай осы ағылшыннан үй жұмысын орындап отырған боламын. Достар, мен влогта көптеп түсіре алмай жүрмін, өйткені мен сабаққа барғандықтан кей кездерде ұмытып та жатырмын. Влогтың қысқа бөліктерін, яғни түсірген нәрселерімді ғана салып жүрмін. Мен осы сәтте таңғы 7:30-да мектепке шығып бара жатқан болған. Мектептің жолында жүрмін. Аспан қандай әдемі болып тұр. Тек аспанды түсіре берген ба, білмесем. Remember, I always love you. I hope that our memories stay, and just know that whatever you do, I hope you love me too. And my heart beats stuck in the days of our thoughts, and барлықтарыңызға сәлем достар. Сіздермен бүгін мен Гүлдана. Бүгін яғни школьный влог болады. Қазір мен сабаққа барып жатырмын. Биыл бізге 11-ші сынып. Яғни бәріңіз білетіндей, 11-ші сыныпта БТ тапсырамыз. Енді БТ-ға дайындықты бастау керек. Яғни мен сіздермен бірге әрқашанда блогты жалғастыратын боламын. Біз сабақ кезінде сабаққа ғана көңіл бөлмей, яғни күнімізді, яғни соңғы сәттерімізді көңілді өткізуге тырысып жүрміз. Яғни сабаққа да көңіл бөліп дегендей, өзімізге де осылай соңғы сәттерімізді көңілді өткізуге тырысып жүрміз. Айна берейін ба? Бересің ба? Или бояқ қойын? Берші? Ақып кетті. Бір-бірлерін басына қосып, жылқы сайынада сөзін айтады. Жылқыны үйірге қосып өте қиын ба? Сосын жылқы сезімтал мал екен. Ол жылқы, жылқы не тәтті болады деген теріп жеп жүрді. Дұрыс па? Ал сиыр, қой дегендер қандай жылқы соны жейді. Жылқы сонда жәндегі әдемі өсімдіктерді гүлдерді жасайды. Бізге осындай кофе алып алып, яғни тамағымызды да, қарнымызды да, яғни тойдырамыз.